баяғыда ағалы інілі екі аяз болыпты. Қыс бойы олар жер-жерді шарлап, қыдырғаннан басқаны білмейді екен. Бірде інісі ағасына: "Көк мұрын аяз аға, бұл жұртты суыққа үсіртсек қайтеді, а?" "Несі бар, қызыл мұрын інім, халықты тоңдырып бір рахаттанайық" деп құптайды оны екінші аяз. Кеттік онда. Жолда біреу-міреу кездесіп қалар. Кеттік. Ермек іздеп аттанған екеуі бір кезде ат тұяғының дүбірін естиді. Бұл шанасын атына жегіп, қалаға қарай бағыт алған бір бай саудагер мен орманға отын әкелуге келе жатқан кедей еді. Қызыл мұрын аяз: "Ай, ананы қара. Өзінің киімі жұпын екен, қолғабы да жыртық. Мен оны тез ақ аязға үсіремін ғой. Ал ана саудагерге сен бар. Менің оған шамам келе қоймас." "Айтқаның болсын, мен де тырысып көрейін" дейді де көк мұрын аяз саудагердің соңына ілеседі. Екеуі саудагер мен кедейді тоңдыра бастайды. Кешкісін ағайындар тағы да кездеседі. Көк мұрын аяз көңілді, қызыл мұрын одан: "Не болды? Ана саудагерді үсіре алдың ба?" "Иә, үсіргенде қандай?" "Қалай үсірдің, а?" "Алдымен тоңын, сонан соң малақайын, тіпті етігіне дейін шешіп алдым." "Ал сенші, кедейді қатыр алдың ба?" "Ой, мен емес, ол мені қатырып кетті. Жолда ызғарлы желімді үрледім. Кейін шанасынан түсіп, жаяу жүгіре жөнелді. Бұл жағдайда оны тоңдыру мүмкін емес болды. Қап бәлем, тоқтаған кезімде көрерсің деп ойладым." Ол орманға келісімен балтасын алып, ағаш жара бастады. "Сонда?" "Иә, тіпті жыртық қолғабын да лақтырып жіберді. Өшімді шешкен киімдеріне жасырынып алмақшы едім. Ол жұмысын бітірген соң мені ағашпен ұрғылай қуды емес пе? Ойбой, бүйіріме қатты соққы тиді." Түсінікті. "Иә, інім, бұл сен үшін үлкен сабақ. Балтаның тоңнан да күшті жылуы барын есіне сақтарсың." "Сонда қалай, ол?" "Бұл еңбек бәрін жеңбек дегенді білдірсе керек." Енді түсіндім, солай екен ғой деп сонда ғана қызыл мұрын аяз мән жайды түсініпті.